Қалыптарың жақсы ма? Барлығы жақсы ма? Жақсы бәрі. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Артық дыбыстарды өшіреміз. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы ол жарық дисперсиясы. Сабағымыздың мақсаты дисперсия құбылысын тұжырымдап, табиғаттағы дисперсия құбылысын түсіндіру. Енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын сұрайық. Біз өткен сабақта сіздермен қандай тақырыпты өттік? Жарық табиғаты, оның ішінде жарық интерференциясы және де жарық. Енді осы үй тапсырмасын сұрау үшін мен сіздерге турнир арқылы сұрақ қоятын боламын. Сұрақ бастайық сонымен. Сұрағымыз бұл: жарық жылдамдығын лабораториялық тәсілмен ашқан француз физик. Кім жауап береді? Френель физика, француз. Нұрай, жарайсың. Француз физигіміздің аты ол Френель. Енді келесі екінші біздің сұрағымыз бұл: толқындардың интерференциясы дегеніміз не? Кім жауап береді? Әйгерім айта ғой. Әйгерім даусын жай естіліп жатыр. Өлшемдердің кіші екі когерентті жарық көзінен жіберілген толқындардың қабаттасу құбылыстарын толқындардың интерференциясы деп атаймыз. Осы құбылыстың арқасында олардың күшейгені немесе әлсіреуін байқауымызға болады. Келесі біздің үшінші сұрағымыз: толқындардың дифракциясы дегеніміз не? Кім жауап береді? Толқындардың дифракциясы? Мен айтсам болады ма? Айта ғой. Жарықтың түзу сызық. Жарықтың түзу сызықтар таралуынан ауытқуы немесе бөгеттерді бөліп шығуын атайды. Бөгеттерді орағыту құбылысы. Келесі сұрағымыз: жарық жылдамдығының сан мәні неге екен? Шығу құбылысын айтады. Мен айтайыншы. Жарық жылдамдығының сан мәні 3 көбейтілген 10-8 дәрежелі метр бөлінген секундқа тең. Оны қандай әріппен белгілейміз? Нанометр. Жоқ, жарық жылдамдығын біз С деген әріппен белгілейміз, толқын ұзындығының өлшем бірлігі? Нанометр. Оның белгіленуі бізде лямбда. Жарық жылдамдығы дегеніміз не? Жарық дегеніміз? Жарық дегеніміз бар ки? Айта ғой. Мен айтайыншы. Айта ғой. Жарық қуаттың бір түрі. Жарықтың арқасында тірі жаратылыстардың барлығы, оның ішінде адам баласы да айналасындағы әлемді көре алады. Яғни жарықтың арқасында жылдамдығы дегеніміз күннің жерге дейін түскендегі жарықтың жылжыған уақыт емес пе? Жарықты айтып отырмын мен. Сен айтып отқаның жарық жылдамдығы бізге нақты жарықтың не екендігі керек болатын. Келесі сұрағымыз: неліктен далаға қарағанда бос бөлмеде дыбыс қаттырақ естіледі? Себебі кей дыбыстар стенамен бірге шағылса болады. Біздің бөлмемізде қабырғалар бар, сол қабырғаларға шағылысады. Ал далада белгілі бір жылдамдықпен бір қашықтықта Жұман, қаттырақ айтасың ба? Үйде стеналар бар ғой, ал далада стеналар жоқ. Ол жан-жаққа шашылып кетеді. Ал үйде стеналар бар. Бір-біріне қарамасыз. Мен өзім айтсам бола ма? Айта ғой. Ол уақыттың не істеуі, қатты шығуы уақыт белгілі бір жылдамдықпен дыбыста қозғалады, сол стенаға барып тіреліп, сол жерде қалады. Белгілі бір арақашықтыққа белгілі бір немен жетеді жылдамдықпен. Дұрыс айтасың.
Өте толыққанды жауап. Келесі біздің сұрағымыз, неге жазда ақ түсті киім, ал қыста қара түсті киімді киеміз? Киіммен айтсам бола ма? Айта ғой, Нұрай. Жазды күні қара түс кисек, біз қара түс өзіне күн сәулесі көбірек сіңіреді, жарық түстерден қарады. Сол себепті біз қара түс кигеннен кейін ыстықтай бастаймыз, терлей бастаймыз. Ал қысты күні біз онша қара түс көбірек киетін себебіміз өткен күн сәулесі уже түспеді, сол себепті жылу алу үшін қара түсті киеміз қысты күні. Дұрыс айтасың, жарайсың. Тағы да басқа айтатын студенттеріміз бар ма? Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық, Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы бұл жарық дисперсиясы. Бұл жарық дисперсиясы ол заттың жарықсыну көрсеткішінің жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігі екен. Яғни біз жаңа жоғарыда айтып өткенде толқын ұзындығын жаңа лямбда деген әріппен белгілейміз дедік, ал сыну көрсеткішін біз n деген әріппен белгілейміз. Осы екі физикалық шаманың бір-біріне тәуелділігі бізге жарық дисперсиясын береді екен. Осы кезге дейін осы түстердің әртүрлі болуы адамдарға қызық болды, яғни қалай ол жүзеге асатындығы, бірақ та бұны Ньютонға дейін ешқандай да бір ғалым зерттеп, ешқандай жаңалық алып келмеген болатын. Барлығы ол түстер өзіне тән қасиет деп есептеді, бірақ алайда 1666 жылы осы призманың көмегімен, мына суретте байқап отқандарыңыздай, үшбұрышты бұл бізде шыны призма. Осы призманың көмегімен Ньютон 1666 жылы жарық дисперсиясы деген құбылысты анықтаған болатын. Енді осы тақырыпқа байланысты бейнероликке назар аударайық. Жарық сәулесі призманың қабырғасына жеткен кезде, ол шыны мен ауа шекарасында сынып, бірнеше түстерге жіктеледі. Яғни әрбір түс екі ортаның шекарасынан өтер кезде әртүрлі бұрышпен сынады. Сондықтан да сәуле призманың басқа қабырғасына әртүрлі бұрышпен жетеді де, олардың арасындағы сыну бұрыштарының айырмасы призманы тастаған кезде, түскен кездегіге қарағанда артық болады. Сыну бұрыштарынан айырмашылығынан болатын жарықтың түстерге жіктелуі жарық дисперсиясы деп аталады. Сіз жарықтың сыну бұрышын берілген ортаның сыну көрсеткішімен анықтайтындығын білетін шығарсыз. Бұл бізде жарық дисперсиясының қалай орындалатындығына байланысты бейнеролик болатын. Енді келесі кезекте біз топпен жұмыс жасайық. Осы тақырыпқа байланысты біз бірінші топтарымызға атау берейік. Бірінші топтың аты бізде жарық интерференциясы, екінші топ жарық дифракциясы, және де үшінші топ жарық дисперсиясы. Енді бірінші топқа берілетін тапсырма Ньютон эксперименті және де спектр дегеніміз не? Бізде бірінші топта Нұрай Узбаева, Аманжол, Бекнұр, Алихан, Қанағат, Нұрсұлтан және де Ғайни Альбина болатын. Бірінші топтың студенттері, сіздерге осы екі сұрақты беремін, осы сұраққа жауап берсеңіздер. Яғни Ньютон қандай эксперимент жасады және де спектр дегеніміз не? Әкемен бастай берейін, Айта ғой. Ньютон 1666 жылы ол өзі шыны өндіретін болатын. Бірақ оның алдында оға дейін адам баласы қанша қызыққанмен түс қақтан келеді, қалай пайда болатын, ешкім зерттеп неғылған жоқ етін. Бірақ бұған Ньютон қызығып қарайды. Ол шыны зерттеп жүрген кезде, өндіріп жүрген кезде, ол өзінің үйінен үшбұрышты призманы алып, сәулемен бір орынға қойып. Яғни одан Ньютон неше түрлі түстерді байқайды. Қызыл, күлгін,
осыдан кемпір қосақ шығады десек болады. Бірақ бұға дейін, эмбрионға дейін ешқандай бір ғалым болсын, бір адам баласы болсын, ондай зерттеген емес. Жарайсың, Нұрай. Спектр дегенде мен айтайын. Айта ғой, Альбина. Қызыл, көк және де күлгін, жасыл, қызғылт, сары осы түстерді Ньютон спектр деп атады. Спектрдің ағылшыншасы диспирсия ол қазақшаға аударғанда шашырау деген мағынаны білдіреді. Дисперсия мен спектрдің аударымын шатасып жүрдік. Спектр бізде шашу, көру, ал дисперсия бізде шашырау деген мағынаны береді. Жарайсыңдар. Енді тексеріп көрейік, бұл жауап бізде дұрыс па? Міне, мынау суретте байқап отқанымыздай, бұл біздің атақты физик Исаак Ньютонның суреті. Ол өзінің бөлмесін қараңғылап, сол бөлмеден терезесінен кішкене ғана саңылау қалдырады, және де қарама-қарсы бетке мынау үш бұрышты призманы қойды. Яғни шыны призманы қойды. Сол кішкене ғана тесіктен бізге қарама-қарсы беттен ақ түсті жарық түсудің арқасында түрлі түсті жолақтағы спектрлер пайда болды. Демек, бізде Нұрайдың айтқан жауабы дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Келесі топ. Спектрдің суретін көрсетіп кетейін. Жаңағы айтып өткендей түрлі түсті жолақтардан тұрады дедік. Бірінші бізде күлгін түс, көк түс, қызғылт, сары және де қызыл, яғни 7 түрлі түстен 7 түрлі жолақтан тұрады. Осы жолақтардың жиынтығын біз спектр деп атайды екенбіз. Екінші топ. Дисперсияның мағынасы не? Бізде екінші топта Жұман, Нұрай, Баты, Балжан, Әліби, Нұрдәулет, Несібелі және де Наргиза болады. Сол топтың студенттері сіздердің сұрақтарыңыз дисперсияның мағынасы не? Қанша мағынасы бар? Әпке жауап берсем бола ма, Жансып Жұман? Айта ғой, Жұман. Жарық дисперсияның екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы ол күрделі ақ түсті спектрге ажырату құбылысы. Дисперсияға мысал келтіретін болсақ, ол жаңбырдан кейін шығатын кемпір қосақ дисперсияға мысал болып келеді. Ал екінші мағынасы қандай? Мен айтсам бола ма, Қошбай Наргиза? Айта ғой, Наргиза. Заттың сыну көрсеткішінің түсетін жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігі. Заттың жарықтық сынуы заттың фазалық жылдамдығының өзгеруі салдарынан болады. Мұндай жағдайда заттың сыну көрсеткіші n-ге тең. Мына формуладан анықтауға болады. n тең c бөлінген v. Мұндағы v жылдамдылығы, c вакуумдағы жарық жылдамдығы. Жарықтың электромагниттік өтімділік. Жарайсыңдар. Дұрыс. Бұл сұрақтың жауабын тексеріп көреге. Жаңа Жұман айтып өткенде бізде, яғни дисперсияның екі мағынасы бар екен. Күрделі ақ түс бізде өте күрделі, себебі бір ақ түстің өзінен спектрлерге ажыратылған неше түрлі 7 түсті көруімізге болады. Суретте бейнеленгендей, мына сызықша бізде ақ түс болса, шыны призмадан бөлініп шыққаннан кейін барып, ол бізде түрлі түсті жолақтарға бөлініп шығады екен. Келесі үшінші тобымыз. Бізде үшінші топта Назарбаева Айгерім, Айзат, Қыран, Диас, Бағдат, Шахноза, Бекнұр, Спандияр және де Мадияр. Осы топқа қойылатын сұрақ алғашқы және толықтауыш түстер. Осы туралы мәлімет айтып кетсеңіздер. Әпке, өзім бастап айта берейін. Айта ғой. Алғашқы және толықтауыш түстер. 1807 жылы ағылшын физигі Томас Юнг өте маңызды жаңалық ашты. Ол қызыл, жасыл, көгілдір түстерді қосып, басқа түстер алуға болатынын байқады. Қызыл, жасыл, көгілдір түстерді Юнг алғашқы түстер деп атады. Дұрыс. Тағы да толықтыратын студенттеріміз бар ма? Жарайсың, Әйгерім. Басқа студенттер бар ма айтатын? Олай болса, сұрақтың жауабын көреге.
Жана айтып өткендей, 1807 жылы Томас Юнг ашқан екен бұл жаңалықты, яғни қызыл, жасыл, көгілдір осы 3 түстерді біз алғашқы түстер деп атайды екен. Жарайсыңдар. Енді осы біздің топтық жұмысымызды стикерлер арқылы бағалап өтейік. Мен барлық 3 топтың да жауабы маған ұнады. Сол себепті де 3 топқа өте жақсы деген стикерді береміз. Келесі бізде бейнероликке назар аударайық қазір. Дифракциялық тор туралы бейнеролик. Дифракциялық тор арқылы өткен жарық сәулесі жіктеле бастайды. Толқын ұзындығы үлкен болған сайын, соғұрлым оның ауытқуы үлкен болады. Сол себепті де біз ақ жарықтың спектрін көре аламыз. Міне мынау бізде бағана айтып өткен ақ жарықтарымыз, оның қасындағы түрлі түсті жолақтағы спектрлеріміз. Енді осы бейнероликке байланысты сіздерге қазір тапсырма беретін боламын. Ол үшін дәптерлеріңізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Тақырыпты және де тапсырманы орындайтын боламыз. Яғни бізге кесте берілген, ол кестенің ішінде жаңағы айтып өткен спектрлер, яғни таза түс, 7 түрлі түс берілген. Солардың өздеріне тән толқын ұзындықтары бар, яғни сан мәндері. Бұл мәндерді сіздер кестеге толтырып жазып шығуларыңыз қажет. 1 минут уақыт беріледі. Жазып болдық па, студенттер? Иә. Мен айтсам бола ма? Айта қойыңыз. Бізде бірінші бұл жерде қызыл түс берілген. Яғни бұл толық ұзындығы 625 Келесі ал екіншісі ал қызыл 590 625. Сары түсті 565 590. Бұлай болса тексеріп көрейік, иә? Барлықтарыңыздікі осындай ма, сәйкес келеді ме жауаппен? Тексеріп көріңіздер. Сәйкес келеді ма? Иә, келеді. Иә, кемек осындай. Олай болса, келесі кезекте біз Білім сайтының тапсырмасын орындайық. Тағы да қосымша түрде. Дифракциялық тордан өткен ақ жарық суретті алу үшін қажетті суреттерді таңдаңыз дейді. Яғни біз мына жерде тек қана ақ түстер берілген, сол жердегі түстерді біз түрлі түсті спектрлерге бояуымыз қажет. Бірінші түс бізде қандай түс деп ойлайсыздар? Қызыл. Қызыл, көрейік. Дұрыс. Ал екінші түсіміз ал қызыл. Қандай түс деп ойлайсыздар? Ал қызыл. Сары. Бізде жоқ. Сары ма? Тексеріп көрейік. Дұрыс. Үшінші түс? Жасыл. Дұрыс. Төртінші түсіміз? Көк. Жасылды қолданып қойдық. Көк. Дұрыс. Енді бізде ең соңғы түс ол? Жаңа бейнероликте көрдік қой соңғы.
Көкшіл. Жоқ. Ақ. Ақ. Дұрыс. Жарайсың. Дұрыс. Енді біз бұл тапсырмамызды ары қарай жалғастыру үшін Kahoot ойынын ойнайық, иә? Барлығымыз соткамыздан Kahoot'ты ашайық. Аштық па? Пароль айтып Аха, қазір пин-код шығады, айтамын. 145-17-76. Қандай дедіңіз? 145-17-36. 145 қандай? 145-17-36. 45-17-36. Аха, Узбаева Нұрай кірді бізде. Альбина кірді. Жұман Нұрай. 145 басына айтыңызшы, кейін жақта что-то қате болып отыр. 17-36. Біреуміз пин-кодты жазып қойдық атты жазатын жерге. Апки мен кірдің ба? Аха, кірдің әлі. Кірдің. Мен кіріп жатыр. Кірейін деп жатыр. Басында кірген студенттер сіздердікі шығып кетті, Жұман. Апки менікі жап жасыл болып тұр әлі. Аха, ол күте тұру қажет ол кезде. Қазір ойын басталған соң сұрақтар шығады. Қазір. Жұман, қайтадан кіреміз. Кіріп жатырмын, шығып кетіпті. Бір телефонмен отырдым. Аха, жарайды. Я кейбір студенттерімізде бір не болғандықтан шығып кетіп жатыр. Аха. Бастай береміз ба ойынымызды? Апки менікі әлі жасыл болып тұр. Аха, ол күте тұру деген ғой. Олай болса бастайық. Аха. Get ready. Бірінші сұрағымыз. Жарық дисперсиясын ашқан ғалым. Үшбұрышты Ньютон, ромбы Бук, домалақ Томсон, төртбұрышты Джо Ленс. Сіздерде тек қана фигуралар шығып тұрады, сол себепті де мен айтып отырғаным дұрыс. Аха. Қайталап жіберіңіз ба? Үшбұрышты Ньютон, ромбы Бук, домалақ Томсон, төртбұрышты Джо. Ньютон. Апки мен таптым. Менде. Бірінші орында бізде Узбаева Нұрай, екінші орында Жұман, үшінші орында мына жерде атыңды дұрыс жазбай қалыпсың, Альбина, сосын Әйгерім. Келесі сұрақ. Жарық дисперсиясы қай жылы ашылды? Үшбұрышты 1901, ромбы 1672, домалақ 1845, төртбұрышты 1666 жылы. Апки мен тұрыз таптым. Қазір Жұман бірінші орынға шықты, Альбина екінші орында, одан кейін есімін білмедім, жаңа сандарды жазған. Ол мен, апки, ол мен. Есімі жоқ. Баты, аха. Одан кейін Узбаева Нұрай, және де Тыныштыбаев. Келесі сұрақ. Ақ жарықтан қанша түсті байқауға болады? Үшбұрышты 2, ромбы 3, домалақ 6, төртбұрышты 7. 7. 5. Аха, белгілей беріңіздер. 6.
как всегда бірінші. Жұман бірінші орында тез дұрыс жауап. Одан кейін Альбина, Нұрай, Әйгерім және де Наргиза Батый бесіктен шығып кетті. Келесі сұрағымыз. Түсті жолақтың өзін Ньютон не деп атады? Үшбұрышты спектр, ромбы дисперсия, домалақ атом, төртбұрышты жарық. Екі рет қате. Нұрай кірді бестіктің ішіне. Келесі сұрағымыз. Ньютон спектрді қандай заттың көмегімен жүзеге асырды? Жаңа бізде Нұрай айтып өтті. Үшбұрышты лента, ромба, айна, домалақ темір, төртбұрышты призма. Призма. Иә, дұрыс. Ол төртбұрышты. Призма. Жаттап аласың. Бірінші Жұман орында. әзірге бірінші орында беріп тұрған жоқ. Келесі сұрақ. Дисперсия сөзі қай тілден енген? Үшбұрышты латын, ромбы грек, домалақ түрік, төртбұрышты орыс тілі. Грек. Қандай дедіңіз әпке? Үшбұрышты латын, ромбы грек, домалақ түрік, төртбұрышты орыс. Наргиза даусың естілмей жатыр. Нұрай екінші орынға шықты. Иә, латын дұрыс. Латын дисперсия деген сөзі қазақша қандай мағынаны білдіреді? Үшбұрышты сыну, ромбы болжау, домалақ шашырау, төртбұрышты жарық. Болжау. Жарық. Жоқ, бағана бізде Альбина айтып өткен. Әпке басына сұрағыңызды, мынау точкаларын айтып беріңізші. Сыну, домалақ шашырау, ромбы болжау, төртбұрышты жарық. Жарық. Дұрыс. Нұрай бірінші орынға шықты. Мен чапки. Екінші орында. Үшінші орындасың. Алғашқы Мен түстерді чапки. қай ғалым Мен. байқады? Үшбұрышты Ньютон, ромбы Резерфорд, домалақ Гук, төртбұрышты Томас Юнг. Ньютон. Ньютон. Жоқ, шатастырмаңдар. Жаңа Әйгерім айтқан болатын, алғашқы түстерді байқаған ғалымдар. Юнг. Иә. Так, сұрағымыз аяқталды. Енді үштікті білейік. Үшінші орында Жұман, Yes. екінші орын Альбина, бірінші орында Уызбаева Нұрай. Ай, молодец. Менш. Орында Әйгерім, Как всегда, первый смотр. Группа. Бірінші орында келетін тағы шөтісіп кеткен ғой. жарайсыздар. Ал ойынстар ки. Болды де. Бірінші орынға шығуым. Так, келесі. Келесі ол шасын, менен кейін шасын. Группа тыныштал. Енді осы бүгінгі тақырыбымызға байланысты мысалдар келтірсеңіздер. Қандай мысалдар келтіруімізге болады? Дисперсияға ма әпке? Аха, Мен айтайыншы. айтау. Мысалы, жаңбыр жауғаннан кейін кемпір қосақ шығады, сол кемпір қосақ дисперсияның мысалы болып табылады. Және тағыдан нені келтіруімізге болады? Және айнаның бұрыштарына қарағанда ода сызықтар байқалады. Иә, және де? Призман үшбұрыш гауһар тастары болады. Аха, Әпке. гауһар тастан да байқалады. Қартас та мысалы болып табылады. Жарайсың. Дисперсияға. Иә, мынау бізде суреттерде көрсетіп отқандай жаңағы мысал ретінде айтқан кемпір қосағымыз. Енді дисперсияның екі түрі белгілі, ол қалыпты дисперсия және де аномальды дисперсия. Енді сіздерге үйге берілетін тапсырма бұл кемпір осы пиза тапсырмасы, осы текстті мен сіздерге жіберемін. Осы жерде сіздер дұрыс бұрысын
таңдауларыңыз қажет, яғни қайсысы иә, қайсысы жоқ. Сол бойынша үй тапсырмасын орындайсыздар. Бүгінгі сабақ бойынша 3 топта да өте жақсы дайындықтарыңыз. Барлықтарыңызға рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сабақ ұнады, Сау әпке. болыңыз, Аки. Жақсы. Сабақ ұнады. Қуаныштымын. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Не қылсыңдар, шықпайсыңдар ма? Шайрик бәпки? Иә, болды, сабақ аяқталды. Бізде 1-ден 15 кеткен кезде сабақ аяқталу керек болатын. Жақсы, сау болыңдар. Барлықтарыңа рахмет. Сізге де рахмет. Оған кері байланыс жасаймыз жаңа физика тапсырмасы бойынша. Әрине. Жақсы. Звонок күтіңдер.